Ежелгі заманнан бері 12 жылда бір рет күн көпірі ашылады. Сол көпір арқылы таңдаулы аңдар игі мақсатты орындап, жұлдызды аспан қорғаушылары болу үшін жоғары көтеріледі. Күн тоқырауында сиқырлы таудан көкке көтерілген аңдар ғаламат күш иеленеді. Жұлдызды аспанды иықтарымен тіреп, көк күмбезді жерге құлатпай ұстап тұрады. Сол кезеңнен бері 12 жылдың әрбірі батыл аңдардың атымен аталған. Алайда зұлымды айбарлы айдаһар адам сенгісіз бір жоспар құрды. Жұлдызды аспанға көтерілуі тиіс таңдаулы да мәртебелі өзге аңдарды алдап, 12 жыл бойында жұлдыздардың арасында жалғыз қалмақ. Осылайша барша 12 аңның күшін өз бойына жимақ. Жауыз әміршіге бұл ойы бүкіл әлемге қауіп төндіретінін, аспанды бір емес, 12 аңның ұстап тұруы бекер емес екенін айтуға Ақпейіл Масаның ғана даналығы мен батылдығы жетті. Алайда айдаһар Масаның сөзіне құлақ аспай, байғұсты тастап кетті. Ол бар күшін салып әлемді құтқарғысы, өзіңді ақтап алуға тырыспа. Болды, түсіндім. Бітті, бар білетінім осы, шын сөзім. Айдаһардың таңдаулы аңдарды қалай алдағанын айтпадыңыз ғой. Соны айтып берсеңіз. Айдаһар бәріне күн тоқырауы кейінге қалғанын айтып ант су ішті. Ал олардың кедергі жасамайтындан көз жеткізу үшін бәріне Мальдив аралдарына круиз алып берді. Мальдив аралдары. Онда барып көрген емеспін. Мен де барсам ғой шіркін. Қорқыт ата сонда кетті деп естідім. Біз мұнда зұлымдықпен күресіп жүрсек, ол жай барақат демалып жатыр. Айдаһар біраз шығындалған шығар. Қазір ол жаққа билет қымбат тұрады. Естуімше, ол науқанмен ең арзан билеттер алған екен. Әй, қуқақбас. Қап қырсығай. Енді қайттық. Оларды дереу қайтару керек. Сол кезде... Жауыз неме? Оның жоспары осында екен ғой. Ақылды, нағыз жауызға тән әрекет. Достар, біз бөтеннің әңгімесін тыңдап тұрмыз. Бұлай болмайды. Иә, бірақ біздің ниетіміз түзу ғой. Десе де, бұл қылығымызды ақтамайды. Ал менің ата-ана Мальдив аралдарына барған. Жаз сайын ұшып барады. Меніңше, бар мәселе де сонда. Олар өздері ұшады. Қызғанып тұрмын. Мен де шалсам ғой. Ұшу да аса көңілді емес. Бетіне шыбын-шіркей жабысады. Оның үстіне жаурайсың. Достар, меніңше қазір ұшуды талқылайтын кез емес. Жұлдызды аспанның 12 қорғаушысы деген не екен кім біледі? Қазір. Саяхатқа шықпас бұрын мына кітапты алып алғаным жақсы болды ғой. Мәссаған, жанбайды екен. Отқа төзімді делік. Бұл кітапта тура сол аңыз жайлы ақпарат бар. Демек, бұл істі соңына дейін жеткізуге мүмкіндігіміз бар. Достар, бәріміз бір нәрсені ойлап отырмыз деп ойлаймын. Солай ма? 3 дегенде... Бәріміз бір нәрсені ойлап тұрсақ, өзің дауыстап айтсаңшы. Жалғыз айтуға қорқам. Ұяламын да. Ойымыз ортақ болғанмен, неден бастарымызды білмейміз. Оны тоқтатайық! Шытырман оқиға! Ол да жарайды. Онда кеттік, достар. Ниндзя сияқты айдаһармен төбелескенімізді есептемегенде, шамамен бәрі осылай болды. Түсіндім. Демек, сендер жұлдызды аспан қорғаушылары болатын жаңа үміткерлер жинауларың керек. Бірақ мен қалай көмектесе алам? Ең бірінші таңдауымыз сізге түсті. Себебі сіз біз танитын жалғыз етсіз. Әрине, жаңа достарыма көмектесемін ғой. Сендердің алдарыңда қарыздармын. Алақай, біріншісін таптық! Қуаныштарыңа орай, қалған 11 үміткерді қайдан табу керек екенін айталам. Олардың біреуі осы жерде тұрады. Мәссаған, таныстарыңыз көп екен. Олардың бәрін қайдан танисыз?
Біз иттер бәріне жылы шырай танытамыз. Табиғатымыз сондай. Мен де бәрімен дос болғым келеді. Ого, тырысудың да қажеті болмады. Күмәнді сияқты. Бірақ бір мәселе бар. Енді не жайлы айтқаныңызды түсіндім. Бір гәбі барын біліп ем. Бұрын ол батырдың әскери аты болатын. Бірақ батыр зейнеткерлікке шықты. Тұлпар да. Енді міне бақташылармен бірге егін алқабында жұмыс істейді. Оны сергітсек пе екен? Тұлпармен шоу ойнайық. Ал қатысқан үшін жүлде ретінде жұлдызды аспан қорғаушысы атағын берейік. Не еткен тапқыр едіңдер? Іске кірісейік. Осы жерге сөйлейін бе? Сәлеметсіздер ме? Мен Тұлпармын. Рахмет, Тұлпар мырза. Өзіңіз жайлы айтып беріңізші. Осында істеп жүргеніме 10 жыл болды. Жүк тасимын, жер жыртамын. Бастығым жақсы адам, бұрын батыр болған кісі ғой. Сол шайқастан кейін арқам ауыра бастады. Сұмдық тура мына жерім. Жаста өжет айғыр болған едім. Сымырап өткен уақыт-ай. Бұрын сіз көп ерлік жасағансыз. Ал енді тағы бір ерлік жасай аласыз. Биыл жұлдызды аспан қорғаушысы болып, Айдаһардың жауыздығын тоқтата аласыз. Алақай! Қандай ерлік? Жа-жа-жақ, ондай жастан өтіп кеттік қой. Оған қоса зейнеткермін. Айдаһар демекші, бұл хикая бұлай басталған. Мәселені бірден айтпайсыңдар ма? Ой, ай балалар, түсінсеңдерші, мен мұндай нәрсе үшін тым кәрімін. Айдаһарды қалай тоқтатамын? Жалғыз шайқасасыз деп кім айтты? Сен жалғыз емессің. Мен бармын. Қалған 10 болашақ қорғаушылар да. Ең бастысы, жас қаһармандарымыз да қасымызда. Міне, болашақ батырлар буыны. Жарайды, шешілді. Десе де мен әскери жылқымын ғой. Бейбітшілік пен тәртіп сақтау менің борышым. Мұна есіме түсіргендерің үшін рахмет, балалар. Алақай! Ал достар, бұл бастамасы ғана. Ор қоян қызықты дерек. Қоян тәрізділер тобына жататын. Ор қоян шетелден алып келген жануар. Ал қазір біз ор қоян өмірінің таңғажайып тыныш сәттерін көре аламыз. Тазы ханым шоқ жұлдыз үміткері болғанына өте қуаныштымын. Қабан екеумізді кеңес еткені бекер емес. Алайда бір мәселе бар. Қабан екеуміз ренжісіп қалғанбыз. Шын айтам, сіздерге көмектесер едім, бірақ бұл араздығымыз жаныма батып жүр. Онымен сөйлеспек болдым. Бірақ қатты ашулы болғандықтан үнемі сөзімді бөле береді. Себебі оның жалақысының бір бөлігін жоғалтып алдым. Қабанды қоянмен сөйлесуге көндіру аса қиын емес сияқты. Тоқта, қоян мырзаның сөзінше, қабан өте қырсық, және тамақ ішкен кезде ғана әңгімеге құлақ асады. Сонда да еш қиындығы жоқ сияқты. Қиындық бар, ол өте тез жейді. Көздеріңді ашып жұмғанша, ол түскі асын жеп қояды. Бірақ тамақ неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы. Аузы тамаққа толы болғанда сендерді үндемей тыңдайды. Біз қабанмен сөйлеспек болғанда, тұрып кете салуына не кедергі? Менде бір ой бар.
неткен қой едің жылан? Қайырлы күн. Сіз құрылысшысыз ғой. Әбден шаршап, қарныңыз ашқан шығар. Бері келіңіз. Мәссаған, өзімізде қонақ күтіп отыр едік. Бауырсақ көп, бәрін жеп бітіре алмаймыз. Түсіндім. Сендер жақында көшіп келдіңдер ме? Иә, кеше ғана. Аха! Қысталдың ба, қомағай? Енді мені мұқият тыңда. Ертеден ерте қайда барасыз? Дұрыстап жегенде жоқсыз. Бұл әдепсіздік. Дәстүрімізді құрметтемейсіз бе? Сен? Тамақ ішкенде үндеме. Ас болсын. Тыңда, түсінем, маған ашуланып жүрсің. Бірақ шын сөзім, ақшаңды мен алған жоқпын. Алаңғасарлығымның кесірінен болды. Саған бара жатқанда бірнеше тиынды түсіріп алыппын. Оны байқағанда жоқпын. Кешірші мені, Қабан. Сенің еңбегіңді бағалайым. Сен де мені кешір. Ақмақтық жасадым. Сөзіңді соңына дейін тыңдауым керек еді. Ақыры татуласқан екенсіңдер. Енді бізді тыңдаңдар. Зұлым Айдаһар 12 жыл бойы жалғыз шоқ жұлдыз болғысы келеді. Оны тоқтатпасақ, оның жауыздығы жер жаһанға таралады. Сондықтан да оңбағанды тоқтату үшін жұлдызды аспан қорғаушылар қызметіне үміткерлер жинап жатырмыз. Мен көмектесуге дайынмын. Бірақ қалай? Досым, біз шоқ жұлдыз рөліне тамаша үміткерміз. Кәсібімізді кеңейтіп, жұлдызды аспанда құрылыс бастауға мүмкіндігіміз бар. Мансабымыз өсіп қана қоймай, бүкіл әлемге пайдамызды тигіземіз. Болашақ шоқ жұлдыздарымыздың жайлылығы үшін инфрақұрылымды дамытамыз. Бүкіл әлемде бейбітшілік болу үшін, ғаламат жаңа жобалар үшін бәріне де келсем. Дәл қазір баруға дайынмын. Асықпа, әлі киімдерімізді жинау керек. Ал қандай заттар керек екенін Тазы ханым мен жылқыдан сұраймыз. Оларда қазір заттарын жинап жатыр ғой. Солай ма, балалар? Дұрыс айтасыз. Ал достар, бізді келесі мақсатымыз күтіп тұр. Алақай! Мен Айдаһар 12 жылға жұлдызды аспанның жалғыз қамқоршысы ретінде сайландым. Үлкен жауапкершілікті мойныма алуға тура келді. Бірақ өз борышымды орындаймын. Себебі мен бірегей біртума көркіне көз тоймайтын Айдаһармын. Ұлы Айдаһар, бұл ауыртпашылықты сенімен бөлісуге лайық емеспіз. Осы бейшара қалпымызбен өзіңе мәңгілік тағзым етіп, бас иеміз. Аса мәртебелі Айдаһар, жалғыз құтқарушы. Тоқта! Барып тұрған өтіріктің өзі. Біздің қойылымды бөлуге кімнің тәті барды? Біз шындықты айтуға келген қаһармандармыз. Кім? Жануарлар мен олардың ұрпақтары мақтауы асып тұрған Айдаһардың да ұрпағы әу баста таңдаулы болған емес. Олар аспанды жерге құлап кетуден сақтауға бел буған ержүректер. Бірақ уақыт өте келе бұл хикая ұмыт болды. Тілдеріңе ие болыңдар. Айдаһар қарапайым мейірбан жан. Оның үстіне бұл қойылымның сценарийіне де үлес қосқан. Сондай-ақ Айдаһарды қойш, қойылымдарында актерлер түгел емес сияқты ғой.
Биыл шоқ жұлдыздардың рөлін ойнауға шақырған таңдаулы жұлдыздар кенеттен жоқ болып кетті ғой. Шоқ жұлдыз сақшын айналмас үшін оларды Айдаһар алдап соғып, демалысқа аттандырды. Дәлелдерің бар ма? Дәлеліміз жоқ. Өзімде солай ой. Бірақ мынада дәлел бар. Менде ме? Менде ешқандай дәлел жоқ. Қойш, бізге тиіспек болған шөнжік екеніңді білеміз. Айдаһардың қолшоқпары едің ғой. Шындықты айтып бер. Шөнжік, олардың айтқаны рас па? Иә, әкем кенет бір жаққа кетіп қалды. Бір гәп барын сезсем де, түлкіден қауіптеніп, қорыққаннан үндемедім. Кешіріңдер. Жетер! Бәрібір қойылымымыз түкке тұрғысыз болды. Мешін, декорацияға ақшаң жетпейтіндей соншалық кедеймісің? Нағыз масқара. Ал сен ұлу. Бұл театрдың ең әлсіз әртісісің. Актерлік шеберлігің өте нашар. Әбден тойдым. Шөнжек, мына балалардан дереу құтылмасаң, әкеңе немен айналысып жүргеніңді айтам. Мені ренжітсең де, достарыма тіл тигізбе. Олар осы рөлді алу үшін барынша тырысты. Ал сен олардың армандарына кедергі келтірмексің. Қазір ойлап қарасам, сендер әлгі балалар емессіңдер ме? Мақсаттарыңды түсіндім. Шынымен барлық аңдарды жинап үлгереміз деп ойлайсыңдар ма? Үлгермейсіңдер. Күн тоқырауына аз уақыт қана қалды. Жұлдыздар аспанға шығыста жиналады, ал сендер сиқырлы таудан алыстасыңдар. Қош болыңдар, балалар. Жолы болмаған сендерде қош тұрыңдар. Енді қайтадан жұмыссыз қалдық. Қорықпа, өзің айтқандай, біз доспыз. Қолымыздан бәрі келеді. Маған араша түскенің үшін рахмет. Саған алғысым шексіз. Бірақ әкем бәрібір біліп қояды. Түлкінің сөзіне мән бермеңдер. Сендер бұл сахнадан да биік дүниеге лайықсыңдар. Жұлдызды аспанның қамқоршысы болыңдар. Аспанға мешін мен шөнжік жетпейді. Ұлу, сен қайда барасың? Сенің орның біздің қасымызда. Сендердің қастарыңда қажетім болмас. Шоқ жұлдыздардың арасында бейшара алуға орын жоқ. Қателесесің. Кезінде Айдаһар шоқ жұлдызының орнын ұлу басатын. Жаңа кезеңде жаман Айдаһардың орнына сені қоямыз. Сенің жұлдызды сәтің келді. Иә, мешін дұрыс айтады. Кітапта солай жазылған. Мен де келсем, қолыңнан келеді ұлу. Келер жылы Айдаһарды алмастыра аласың деп ойлаймын. Бойыма сенім ұялатқандарың үшін рахмет. Жұлдызды сәтіміз келді. Бұл алаңда не үшін сен бастық болады екенсің? Сол үшін. Ол бәріне мәлім ғой. Сонымен, біз бұқа мен қойды мына алаңнан таптық. Аха. Бірақ олар кімнің бастық екенін шеше алмай жатыр. Ал бұрын бұл жерде шөнжіктің әкесі бастық болатын. Иә. Ол өзінің мирасқорын таңдамапты. Иә. Бұл дауды шешпегенше олар тынышталмайды. Дұрыс айтасың. Тығырық. Жап-жазық алаң және басқа ештеңе жоқ. Дәл солай. Алаңымызға жаңа жануарлар келген бе? Жақсы. Танысқаныма қуаныштымын. Мен бұқамын. Бастық. Бұл жерде бастық менмін. Сендерге қорғаушы болуды ұсынайық деп едім. Иә, ал сендер балалар, кімнің бастық екенін анықтауға көмектесесіңдер. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Бұл алаңның ең үздік басшысы рөліне келетін кім? Кім? Әрине мен. Жерде күші асып тасып тұрған бұқадан жақсы жыртатын жануар жоқ.
Оның үстіне менің алынып салынатын тамаша мүйізім бар. Қисынды, мұның бәрі бұқаларын бұлшық еттерінің арқасы. Сенде алынып салынатын мүйіз бар ма? Көрсетші. Өздерің білетіндей, жануарлар әлемінде мұндай сападағы жүн табылмайды. Маған дауыс бергендердің бәріне жылылық пен жайлылық сыйлаймыз. Себебі қойлар үйді әдемі, жанға жайлы ете біледі. Жып-жылы. Ой, бұл сияқты жып-жұмсақ. Өй! Не? Мен қой сүтінен жасалған әлемдегі ең дәмді ірімшікпен қамтамасыз ет. Маған дауыс берсең, осы алаңда аққуларға арналған көгал жасап берем. Бәрі сендердің ыңғайлы. Әй, сөзімді бөлме. Сен бірінші бастадың. Жетер, кім күшті, сол жеңсін. Шаң жұтуға дайындал. Неге ойланып қалдың, аққу? Жолбарыс мырза, жұлдызды аспан қорғаушыларының бірі болуға тиіс еді. Алайда Айдахар оны алдап соқты. Оны сыйламаушы ма едіңдер? Жолбарыс мырзаны қатты сыйлаймыз. Иә, нағыз жігіт. Спортшы. Жалпы жақсы жануар. Енді жолбарыс мырзаның міндетін оның ұлы орындамақ. Айдахар зұлым жоспарын іске асыру үшін сиқырлы тауға бара жатыр. Жолбарысты құрметтесеңдер, әділеттілік орнағанын қаламайсыңдар ма? Иә, солай шығар. Оған жаным ашып тұр. Онда оның ұлына көмектесіңдер. Айдахар жолбарыс мырзаны ғана емес, басқа да аңдарды алдады. Ал бізде қалғандарын іздейтін уақыт жоқ. Алаң ішің дауласуды қойып, өздерін сүйсінетін жануардан үлгі алыңдар. Иә, Дұрыс айтарсың. қане бұйра. Анау Айдахар оңбағанға барып қайтайық. Өмірінің соңына дейін қой санайтын болады. Иә, кеттік. Мәссаған, екеуін қалай көндірдің? Олар маған жақсы жігіттер сияқты көрінді. Сонымен, олардың қайсы күшті? Тыныш, үндемей тұра тұрыңдаршы. Олар сиқырлы таудың қайда екенін білем өзі? Кім? Не? Қайда? Кукареку! Таң атты. Ал сендер әлі ұйықтап жатырсыңдар ма? Менің көгалымда көп ұйықтауға болмайды, балалар. Сіз кімсіз? Сапқа тұр! Арайлат таң атқанда тік тұру керек. Ұқтыңдар ма, оқушылар? Я, ағай. Ал енді беттеріңді жуыңдар. Зымыра! 10 секунд берем. Тістерің әппақ қардай жылтырап тұруы тиіс. 1, 2, 1, 2. Беттеріңді дұрыстап жуыңдар. Сен, жуынба. Иә, ағай. Тәні саудың жаны сау. Қане, 1, 2, 1, 2. Таңғас ең
маңызды тамақ. Таңғы асты қалдыруға қатаң тыйым салынады. Оң аяқ, сол аяқ. Оң аяқ, сол аяқ. Бәрекелді. Сапқа тұр. Түзел. Тік тұр. Еркін тұрыңдар. Осылай адымдау керек, аққу. Қызық екен. Әтеш мырза, қалайша сіз сияқты мықты көрінуге болады? Сіз зілтемірді көтере аласыз ба? Шынымен, білгілерің келе ме? Иә, көңілді болды. Ерте тұруға мәжбүр болсақ та. Дене шынықтыру сабақтарыма ешкім ешқашан қызығушылық танытқан емес. Әрине, сабақ кезінде көңілді көтерген емес. Неге олай ойлайсыз? Бұрын мен ауылда тұратынмын. Жұмысым болатын, таңертең бәрін жаттығу жасау үшін оятатынмын. Мен тым қатал болған шығармын. Сөйтіп бір түні бүкіл ауыл көшіп кетті. Ал маған ешкім ескертпеген. Сендер де көп замай қашып кетесіңдер деп ойлағам. Неткен жауыздық. Жоқ, біздің қашатын ойымыз болған жоқ. Біздің миссиямыз бар. Біз сізге келдік. Біз сізге жұлдыз аспан қорғаушыларының бірі болуды ұсынайық деп келдік. Зұлым айдаһардың жалғыз шоқ жұлдыз болуына жол бермеу үшін. Сонда сендерге мен керекпін бе? Қорғаушылардың бірі болсаңыз, қалған жануарлар таң атқанда ұйықтап қалмауын және шымыр болуын қадағалайтын боласыз. Мәссаған, менің де пайдам тиетін болады. Келсем, қайда барайын? Шығыстағы сиқырлы тауға. Болды, енді елге пайдалы болам. Таңертең бәрін оятатын болам. Ол жерде тәртіп орнатып, әлгі айдаһардың сазайын берем. Рахмет, балақайлар! Оны тастап кетсе де, өз ісіне адал болып қалды. Ол тамаша қорғаушы болады деп ойлаймын. Біз Тәй-Тәйді көріңіздер. Сүйікті сериалыңызға жазылып, қоңырауды басыңыз. Жаңа бөлімдерді жіберіп алмау үшін.